Біріншіден, арақ қойылған жерге отыруға болмайды. Ашығы сол, ақиқаты сол. Бірақ, енді ол жаңағыдай бір дос болуы мүмкін, көрші болуы мүмкін. Мынау енді біздің тойымыз менсінбеді ма деп мүлдем нетіп кетуге де болмайды. Қазақ айтады ғой. Ана бір сұраған екен бір биден. Ең жаман адам кім, ең жақсы адам кімді айтыңызшы деген ғой. Сөз айтқан екен. Ең жақсы адам қуанышта төбесін көрсеткен адам. Ең жаман адам қайғылы жағдайда қарасын көрсетпей кеткен адам деп айтқан екен. Сол ең жақсы адамды жол ұстанамыз, қуанышын бөлісеміз, тойдың алдында барамыз, конвертіңізге жақсап салып алыңыз той анаңызды, барып той анаңызды беріп, батаңызды беріп, екі жасқа айтатын жақсы сөздеріңізді айтып, сөйтіп, бірақ бауырым осындай енді білесің, біздер мынау Алланың шариғатын ұстанғандықтан айып етпе. Өткенде имамдар сөйтіп айтқан еді, арақ болған жерде отыруға болмайды деп айтқан еді. Саған деген көңілім баяғыдай менің. Бірақ енді осы қуанышымды бөлісін деп келген едім. Деп барып жолын жасасаңыздар болады дейді.